Астана қаласы бәйге алаңында қымыз мерекесі жалғасып өтуде. Бүгін 11 шілде. Фестивалінің қатысушылары өздерінің өте керемет қымызымен барша әл-қалбара қауышқасын сол кездегі қонақтардың барлығын тәнті еткен қатысушыларды қарсы алуға дайын болыңыздар. Омбы қымыз дейді, омбызы міне Ресейден келген екен. Ресейден келген екен мына қымыз мерекесіне. Қымыздағыларыңызда қошемет беріңіз. Омбыдан келген, омбының қазақтары келген екен. Омбының қымыздың дәмін татып көрейік. Шетелдің қымызы ғой. Шетелдің қымызы қандай екен? Омбы жұлдызы дейді. Омбы жұлдызы деп осындай Ресейден келген қымыздар екен. Баклажка құйып, марка жарап осындай шығарған қымыз екен. Кішкене беріңізші. Ресейдің Омбыдан әкелген қымыз күшті екен, күшті. Қаласының мұқиған қазарының тоймай дастарханын жайған едім. Ол үшін бөлуші болыстың келіп қалды қош келдім. Жайса келімде, оған мәселем деп біздің тарапымызға бір қошеметтеп қойыңыздар. Қазірді бермен қарай көріңіздер. Қазір сахнаға тұтастай бір компания емес, бір отбасы шығады. Ол отбасы біздің қымыз компаниясының негізін қалаушы Медет Әшімұлы отбасымен қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Ассалаумағалейкум қадірменді біздің қаздар алқасы. Ананың қалауымен биыл міне екінші рет гастроль фестивалға қатысып отырмыз. Атбасар қымыз дейді. Атбасар қымыз деп Ақмола облысынан шыққан екен ғой. Қымыздың ұсыну осындай марка жаптап міне. Сіздерге бір өтініш. 1 литрден 1 литрге 2 теңге дейді. 3 әуен 2 литрде бар екен. Осындай марка жаратып қымыздарын шығарып жатты міне. Атбасардың қымызы. Бұлай бізге көру, есту, ұстау, сезіну қабілеттіліктері берген, ендеше біз дәм сезу қабілеттілігін одан да керек түсіну үшін сигнал бергенде жабасыз, сигнал бергенде жабасыз. Қазір сіздерге Динара Сатчан ханымның қолымен тігіп берген көйлек киген менің Динара деген ханымның шығады. Сіздерге бірінші қымыз түнемел қымыз, тарап беріңдер түнемел қымызы. Ұлытау облысының Көздеріңізді жабыңыз дегенде жабасыз. қымызы құрты. Ойнаңдар асықты. Мына екі көзі ғой менің кішкентай. Бұл түнемел қымыз. Ұлытау облысының қымыздары күшті жақсы. Оның дәмін Умат Мәйлік деп ағылшын жат қойған екен ғой, ә? даланың сырымен, даланың әуенімен асықпай отырсың ғой. Бұлар да осындай Умат Мәйлік деп марка жаратып бөтелке қойған екен ғой. Кейін әйнек бөтелке қойып жасап шығарған екен, ә? Ұлытау облысынан келген екен. Күш қымызы дейді. Қара күш қымызы. Ұлытау облысына келген екен. Қара күш қымыз деп осындай нелерге кішкентай бөтелкеде құйып шығарған екен ғой. Марка жаратып тұрды. Күшті өте жақсы. Қара күш. Құрты да бар екен, құртын да шығарған екен. Қошеметтеріңіз! бұл біздің бірінші қымыз. Ұлытау облысына келген екен. Қара күш деген. Алғыс қаталған екен. Разноправие, әртүрлі бөлгерден жиналған. Көптеген алғыс қаталған күшті жақсы қымыз екен. Бұны да көздеріңізді жұмып бар, алғысыңыздар. Өшіміштарыңызды тағып алыңыздар. Ендеше Дипломды алған екен міне. Атам екен. Мен диплом алған.
Ulutau облысының Қара күш деген қой. Осындай маркалар шығару керек қой. Маркалар шығарған кезде міне өтімі жақсы болады ғой. Бұл екінші үлгі болды. Енді атауымыз 95% ең атаулымыз бесігіміз не болса халық арасында тараған айғырығымыз дейді. Осыны дәмін татайық. Онда әуелмен қазақтың даласының сезетін әуелмен келгендерге өтініш асықпай дәмін алсаңыздар. Ал көз жаққыштарыңызды ендігі бір мәрте тағы жағыңыздар. Сонау Баянның балғымыз дейді. Ұлытау облысынан келген екен. Жаңарқа ауданынан келген. Жаңарқаның қымыздарының атағы бар ғой. Жаңарқа қымыз. Баянның балғымызы деп осындай марка жаратып, бакалашқа қойып шығарған екен. Батырлығы бұл мұзды бойында барлығы бар. İşinizde yaptığınızda. Kırmızı kasao, nasıldır bu? Yoksa paylaşıyor. Türkiye sağlar. Міне, маркар жаратып осындай. Маркамен шығарып жатты. Күшті, жақсы.